Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Мен парақшамда осы видеоның дәл астында гүлдің жақсы тамырлау үшін қандай факторлар әсер етеді, сол жайлы айтып өткен болатынмын. Міне соның нәтижесін бүгін көрсетейін деп тұрмын. Барлығы тамырлары щетка сияқты жақсы тамырлап тұр. Яғни бір апта көлемінде осындай тамырлап тұр. Және кейбіреуінің астына суына лавровый лист салған болатынмын. Ешқандай суды көгертпей жақсы тамырлап тұр. Яғни лавровый листтің пайдасы бар. Міне мынандай астынан бір жапырақ, екі жапырақ сарғай, ол қалыпты фактор. Яғни ешқандай зияны жоқ. Кейбір атроскаларды суға салған кезде осындай астынан бір-екі жапырақ сарғаяды. Лавровый листті қайтадан салып қойдым, ешқандай көгермеген. Міне жақсы тамырлатып тұр барлық гүлдерді. Қазір жеке-жеке қай гүл тамырлағанын жайлы көрсетіп өтетін боламын. Және сонымен қатар кислица гүлінен атроска алып көрсететін боламын, қай жерінен атроска алатынын. Және басқа да гүлдеріме қазір шашатын тыңайтқышымды шашып қоятын боламын. Ал мына жерде черный доллардың бір сабағы сынып қалған, сала салған болатын. Бұл да тамырлап тұр. Ал мына жерде сансеверия гүлін өткенде тамырын ашқан болатынбыз, шіріп жатқанда содан бір сабағын салғам, бірақ әлі тамырламады. Сансеверия гүлдері өте ұзақ тұрады, бір апта оларға жеткіліксіз. Бір аптадан аса ұзақ уақыт тұрады. Ал мына жерде сингоним неон гүлі, бұл жапырақтары өсіп кейде бұралып тұратыны бар, жақсы тамырлап тұр. Мына жерде монстера манки маск та тамырлап жатыр. Міне барлығы бір ыдыста тұр, ешқандай су бұзылып кетіп жатқан жоқ. Яғни жаңағы тамырлатқыш қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да, жарық жылы жер болса, гүлдер жақсы тамырлай береді. Және гүлдеріңіздің сабағы жақсы жуан, қалың болу керек. Міне аглонимада, сингонимда, монстерада жақсы тамырлап тұр. Бұған мен активированный уголь 4-тен 1 бөлігін таблетка қосқан болатынмын. Ал осы кислица гүлін атроска алған кезде негізі түбінде ризома болады. Сол ризома арқылы да көбейтсеңіздер болады. Ал егерде осылай үстінен сабағын алып тамырлату жайлы көбіне спор болып жатады. Яғни кейбіреу тамырламайды деп жатады, кейбіреу тамырлайды деп жатады. Негізі тамырлайды, бірақ жаңағы алған жеріңізге байланысты. Егер жапырақ сарғайып тұрған, жуан, жіңішке жерінен алсаңыз, өте жаңағы тамырлау қаупі жаңағы жоқ болады да. Ал мына жерінен сабағы ешқандай сарғаймаған, қараңыз, жуандай емес, жіңішке емес, орташа, және осылай сарғаймаған жапырағынан алып суға салып қойсаңыз тамырлайды. Мен алдында тамырлатқан болатын, астында оның да видеосы бар. Бұйыртса осында 2 сабағын алып тамырлатып сіздермен бөлісетін боламын нәтижесімен. Алда парақшамда видеоны қарап жүрсеңіздер, міне сарғайған жерінен алып жатқан жоқпын. Яғни жас жерінен де, жаңадан шыққан жапырағынан емес, астыңғы қартайған жапырағынан емес, ортасынан алсаңыздар, міне сарғаймаған, жақсы қалың сабағынан алсаңыздар, өте жақсы тамырлайды. Ал мына жерде менде лудовизия деген гүл, бұл ақ гүл ашады. Қазір осыларға тыңайтқыш шашып шығам. Яғни уже отопление қосылып бастаған кезде шіркей көп түседі. Ол кезде зеленое мыло пайдалансаңыздар болады. Болмаса гүлдерім, атроскаларым тез тамырласын, сарғаймай жақсы тамырласын десеңіздер, жақсы өссін десеңіздер, онда әрқашан янтарин пайдаланам. Мен янтаринді осылай жарты қақпағын 1 литрға, немесе жартыдан төменін жарты литрға осындай су шашатын ыдысыма кішкене ғана қосып жіберіп, көз мөлшермен барлық гүлдерге шашып шығамын. Себебі жаңағы кейбір гүлдер сарғайып, жапырақтарын астын төмен тастаған кезде антистресс ретінде, сосын гүлдерді жаңадан еккен кезде, одан кейін жаңағы атроскаларды кескен кезде жақсы тамырлап алып кету үшін, жақсы өсіп кету үшін барлық гүлдерге шаша беруге болады. Міне бұйыртса осындай жаңа стрелка шығарады. Осы қара долларым енді өсіп бастап жатыр.
картошкаларын егіп тастаған болатын, бір жапырақтан көбейткем қара долларларды. Сонымен қатар мына жерде менде аглонема гүлім жаңағы парниктен шығып еді, жапырағын төмен тастап стресске түсіп тұр. Осындай жағдайда янтарин антистресс шашса болады. Бұның тамыры әлі нәзіктеу, қайтадан янтарин шашып парникке салып тастайтын боламын. Осындай атросканы кесіп тамырлатуға қойған кезде шашсаңыздар, өте гүлдеріңіз жақсы тамырлайды. Бірақ бұны шашқан кезде күн бұлтты күн шашсаңыздар жақсы әсерін береді. Күн түсетін жерге қойсаңыздар әсерін жоғалтып қалады. Міне долларды бір жапырақтан көбейтіп жатырмын. Яғни атроскаларын бәріне шашып жатырмын. Мына жерде традисканция гүлінің атроскасын даладан алып келіп егіп қойған болатынмын. Кішкене жаңа жапырақ шығарып бастап жатыр. Ал мына жерде қызыл иризине жақсы тамырлап тұр. Өте нәзік гүл. Міне бірақ тез тамырлайтын гүлдердің қатарынан. Алдынан алоэ гүлін сала салған болатын. Мына сабағы түсіп қапты. Сабағынан тамырламайды бұл алоэ. Осындай кішкене жапырағынан тамырламайды. Кішкене сабағы қосылған болса, онда жайлап тамырлайды, видеодағыдай. Ал мына жерде біраз атроскаларым әлі тамырламай тұр. Бұларға да қазір янтарин шашып шығатын боламын. Бұйыртса алда жаңағы кислицаның нәтижесімен бөлісетін боламын. Тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.